Сәлем достар. 8 сынып Қазақстан тарихынан видео сабақтарымызды бастаймыз. 8 сыныпта ұлы отанымыздың 18 және 19 ғасырлар аралығындағы тарихының маңызды оқиғалары қамтылады. Тарих 6 бөлімнен тұрады. Әр бөлім сайын жинақтау, қорытындылау бөлімдері бар. Осы жинақтау, қорытынды бөлімдеріндегі сұрақтарды бірге талқылап жауаптарын беретін боламын. Сондықтан сіздер Қазақстан тарихын терең оқып үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып белсенді болыңыздар. Бірінші бөлім Қазақ жоңғар соғыстары. Тақырып: жоңғар басқыншыларына қарсы отан соғысының басталуы. Мақсаты: жоңғар мемлекетінің құрылуы мен басқыншылық жорықтарының себептерін талқылаймыз. Жоңғар басқыншылығының зардаптарын, демографиялық өзгерістерді анықтаймыз. Халық ауыз әдебиеті мен музыка туындыларының тарихи дереккөзі ретіндегі құндылықтарын бағалайтын боламыз. Бірінші жоспар бойынша қазақ хандығының 18 ғасырдың бас кезіндегі ішкі және сыртқы жағдайы. 18 ғасырдың бас кезінде, Тәуке хан кезінде хандықтың бөлшектенуі тоқтатылып, бір орталыққа бағындырылды. Яғни Тәуке қазақ хандығын бір орталыққа бағындырып, ішкі алауыздықты жойды. Бірақ Тәуке ханнан кейін оның мұрагері Қайып хан кезінде бір орталыққа бағынған мемлекетті ол ұстап тұра алған жоқ. Сұлтандар орталықтанған мемлекетке, яғни ұлы ханға бағынғысы келмей, өзара жеке дара билік жүргізуге ұмтылды. Бұны сепаратизм деп атаймыз. Әсіресе сепаратизм кіші жүзде Әбілқайырдың, орта жүзде Болаттың, Сәмекенің, Күшіктің, ұлы жүзде Жолбарыстың жағдайын нығайтудан көрінді. Бұл сұлтандардың өзара тартысы көрші мемлекеттердің Қазақстанға қауіпті жағдайды қалыптастыруына жол ашты. Қазақстанға солтүстік батыстан башқұрттар, батыстан қалмақтар, солтүстіктен Сібір казактары, оңтүстіктен Қоқан, Хиуа хандықтары, шығыстан жоңғар, оңтүстік шығыстан Қытай мемлекеттерінің қауіпін туғызды. Әсіресе қазақ жеріне қауіп төндірген осы кезеңдегі мемлекет жоңғар мемлекеті болды. 1635 жылы Қазақстанның оңтүстік шығыс жағында жоңғар хандығы құрылды. Оны Батыр Қонтайшы құрды. 1640 жылы жоңғар мемлекетінде далалық жарғы деген заң құрылды. Бұл заң бойынша әскердегі тәртіп күшейтілді. Майдан алаңын тастап кеткендерге мал мүліктік айып салынды, ал соғыс алаңын тастап кеткен адамға өлім жазасы кесілді. Хандық жауынгерлерінің жалпы саны 100 мыңға дейін жететін қуатты атты әскер шығара алатын болды. Сондай-ақ жоңғарлар соғысуға машықтанды. Олар мылтықпен қаруланды, зеңбіректері болды. Зеңбіректі құюды оған тұтқынға түскен швед Йоган Густав Ренат үйретті. Сондай-ақ жоңғарларда тыңшылар жүйесі құрылды. Тыңшылар жүйесі дегеніміз, бұл көршілес жатқан аймақты мемлекеттердің аумағында жүріп, құпия ақпараттар жинастыру, сол ел туралы мәліметтер жинастыру болды. Қазақстан аумағына жоңғарлардың басқыншылық жасау себептері. Не себептен жоңғарлар Қазақстан аумағына басқыншылық жорық жасады? Біріншісі, жоңғарлар Жетісу менен Сырдария өңірін басып алып, маңызды сауда жолдарын қолға алғысы келді. Екіншіден, алым-салық төлейтін тәуелді халықтың санын ұлғайтқысы келді. Үшінші, еділ қалмақтарымен байланыс орнатуға. Төртінші, жергілікті тұрғындарды тәуелділікте ұстауға. Бесінші, шұрайлы жайылымдықтар менен сауда қолөнер орталықтарын басып алуды ойлады. 18 ғасырдың 20 жылдарының бас кезінде жоңғарлардың қазақ жеріне кезекті ірі жорық жасауына қолайлы жағдай қалыптасты. Бұған дейін жоңғарлар Қытайларменен де соғысып жатқан болатын. 1722 жылы Қытай императоры Канси қайтыс болды. Кансидің қайтыс болуына байланысты жоңғарлар Қытаймен бейбіт келісім жасауға мүмкіндік алды. Жоңғар билеушісі Еділ бойындағы қалмақтардың ханы Аюкеге елші жіберіп, қазақтарға қарсы бірлескен соғыс қимылдарын жүргізу мақсатын көздеді. Себебі енді жоңғарларға қазақтарға қарсы соғыс ашуға ешқандай кедергі қалмаған болатын. 1723 жылдың көктемінде соғысқа әбден дайындалған жоңғарлар қазақ жеріне басып кірді. Яғни Қонтайшы Цеван Раптан басқарған жоңғарлар 7 бағытта 70 мың әскерменен қазақ жерін ойрандады. Алғашқы жоңғар шапқыншылығының соққысына ұшырағандар Жетісу менен Ертіс бойының қазақтары болды.
Жоңғарлар ауылдарды өртеді, малды айдап кетті, бейбіт халықты аяусыз қырып салды. Қазақ әскерлері тұтқиылдан болған бұл соғысқа тегеурінді қарсылық көрсетті, бірақ күші басым жау бәрібір қазақ жерін ойрандап, Ташкентті, одан кейін Түркістанды, одан кейін Сайрамды басып алды. Жоңғарлар қазақ жерінің бүкіл аумағын, яғни батыс аймағынан басқа жерлердің барлығын басып алды. Бұл кезең қазақ тарихында Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген атпен аталып қалды. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама кезінде мыңдаған адам қырылды, тұтқынға түсті. Жүздеген мыңдаған ауыл қатты күйзеліске ұшырады. Мал-мүлік талан-таражға түсті, сауда байланысы үзілді. Бір кезде гүлденіп тұрған қалалар жау қолында қалып, аяусыз қиратылды. Жоңғар шапқыншылығынан аман қалған халық басқа аймақтарға үдіре көшуге мәжбүр болды. Мысалы, кіші жүз қазақтары Хиуа менен Бұқар хандықтарына көшіп кетсе, орта жүз Сырдария өзенінен өтіп, Самарқан қаласының төңірегіне қарай көшті. Осы кезде халықтың арасында мұң зарын шығарған Елімай атты жыр шығарылды. Қазақтардың жоңғарлардан жеңілу себептері және оның салдары. Біріншіден, қазақ жүздері бұл кезде бытыраңқы болды және хандардың арасында ауызбіршілік болмады. Екіншіден, жоңғарлар бұл шабуылға өте тыңғылықты дайындалды. Үшіншіден, қазақтар бұл кезде 1722 жылы үлкен ұлы жұтқа ұшырады. Тіпті мініске жөні түзу ат та жетіспеді. Төртіншіден, аймақта қалыптасқан геосаяси жағдайды жоңғарлар дұрыс пайдаланды, яғни Қытаймен бейбіт келісім жасап алды. Бесіншіден, шабуыл тұтқиылдан болды. Алтыншыдан, жоңғарлар жақсы қаруланған болды. Оларда ататын мылтық тіпті зеңбірекке дейін болды. Қазақтардың көрші мемлекетке босып ағылуы қарақалпақтарменен, түркмендермен, өзбектермен, башқұрттармен және қалмақтармен жерге таласқан дау-дамайларға алып барды. Қазақтар Орал казактарыменен де, Батыс Сібірдегі орыстармен де өзара қарым-қатынастарын шиеленістіріп жіберді. Мұның бәрі әбден әлсіреп қожыраған қазақ хандығын Ресей империясының оңай олжа ретінде отарлап алуыменен аяқталды. Оқиғаларды хронологиялық ретімен орналастырамыз. Бірінші, Батыр Қонтайшының билік құруы. Ол 1635 жылы жоңғар мемлекетін құрды. Екінші, Қытай император Кансидің өлімі. Канси 1722 жылы қайтыс болды. Цеван Раптанның қазақ жеріне әскер аттандыруы 1723, яғни ол 3 болады. Төртінші, жоңғарлардың Ташкент, Сайрам, Түркістан қалаларын басып алуы 1725 жыл. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, сау болыңыздар.